Қайырлы күн, отандастар, замандастар, шетелде жүрген қандастарымыз, қазағымыз деп жүрген. Қазір қасымда Дәулет Мұхамеджанов отыр. 6 қаңтар күні әкімшіліктің жанында оқ тиіп жараланып, омыртқасына ота жасалып, оқ алынып, қазір міне коляскаға отырып қалған. Қазір бұл кісінің жағдайы мынандай. Израильде дәрігерлер ота жасап көмектесуге дайын. Бірақ та қаражат жағынан $70 000 шығады. Сол $70 000 шығады. Қазір біраз ақша жиналған, бірақ та ол ақша жеткіліксіз. Сондықтан осы видео үндеуімізді бәрілеріңізге таратсаңыздар, таныс бизнесмен достарыңыз болса, қазағым деп жүрген, соларға жіберсеңіздер, көрсін. Қазір осы жерге видеоның астына ағамыздың карта номерін, телефон номерін бәрін саламыз. Қазір тез арада келу керек деп жатыр Израильден. Бірақ та қаражат жетіспей тұр. Сондықтан қазағым деп қаңтар кезінде шыққан ағамыз сол жерде кісілерге көмектесем деп жаралы болды. Бүлік шығарамыз деп келмеген адамдар, олар қазағымыз деп келген адамдар, еліміз, мемлекетіміз дұрыс болсын деп. Сол енді қазір аға өзіңіз айтып жүрсеңіз. Мен Мұқажан Дәулет Шаймұротұлы деген азамат боламын. Осы Семей қаласында тұрамын. 6 қаңтар күні жаңаөзендік бауырларды қолдайық. Мына қымбатшылыққа қарсы шыққанбыз, бейбіт шеруге. Сол жолы акиматтың алдында бір жарылғышты заттар лақтырып неткенде бір қыз бала құлады. Соны акиматтың ішіне алып кірейін деп көтеріп әкетіп бара жатқанда омыртқама оқ тиіп, есім жоғалтып қалдым. Больницаға барып оқталғаннан кейін 2 аяғым істемей қалды. Енді мына шетелден Израильдің клиникасы шақырып отыр, емге кел, көмек жасаймыз деп. Енді оған қаражат толмай жатыр, жиналмай жатыр. Енді ұятта болса халыққа обращаться етуге тура келіп тұр. Сол енді жоқ маңда ота жасалмаса аяқтарың мүлде істемей қалады дейді кейін. Сондықтан да өздеріңізден көмек сұрайым, ұятта болса. Сол мен айтайын дегенім осы. Сол аяғынан тұрып кетсін деп бәріміз енді осы видеоны өз YouTube блогтарыңызға, бәр жерлеріне салуды сұраймыз. Бәр жерге таратуларыңызды сұраймыз. Максималды түрде тараса, енді көріп жатқан бизнесмен ағаларымыз болса да, біраз бизнестеріңіз жоқ болса да, 1000 теңгеден болса да аз емес ол. Әр адам 1000 теңгеден салса дағы бір талай ақша жиналуға болады. Осының алдында қаражат беріп жинаған адамдарға да көп рахмет. Енді ары қарай да тағы да жинастырып көмектесіп жүру керек. Қазір таңда қанша жинап тұр? Қазіргі таңда 6500 халық жинап берді, $6800. Өзім көлігімді саттым, $16000. Сонда $22800 болды ғой. Енді сонда мұны примерно алсақ $48000 тағы да керек болып тұр. Соның бәрін максималды түрде таратып, шетелдегі азаматтарымызға да жіберсеңіздер, о жақта көріп енді біраз көмектеріңізді тигізіңіздер. Өтініш сіздерге.